Баршаңызға сәлем. Бүгін 4-12 сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 1005 есеп. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі үш мүшесін жазыңдар. Сандық тізбектің берілгенін жазып аламыз. Бұл жерде байқайтын болсақ, әрбір келесі тізбектің келесі мүшесіне өзінен алдыңғы тұрған мүшесінен 2-ден 1-ге артық болып тұр. Оны біз қалай табамыз? Міне 1-ге 2-ден 1-ді қоссақ, 1,2-ден 1 шықты міне. Енді кейінгісіне 1,2-ден 1-ге тағы 2-ден 1-ді қосып көреміз. Бұл 2 шықты. Демек, бұл үшінші мүшесі. Енді оған 2-ден 1-ді қоссақ, мына төртінші мүшесі келіп шықты. Енді мына кейінгі белгісіз мүшелерді табу үшін біз тағы да әр қайсысына 2-ден 1-ді қосып шығамыз. Қазір 2,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосамыз. Бұл 3 болады. Енді 3-ге 2-ден 1-ді қоссақ 3,2-ден 1, 3,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қоссақ 4 шығады. Міне тізбектегі заңдылық осындай екен. Кейінгі сандық тізбекті жазып алдық. Бұл жерде әрбір тізбектегі әрбір сан өзінен алдындағы тұрған саннан 4-тен 1-ге кем екен. Байқап отырған болсақ, ендеше бірінші санымыз 8 болса, міне тексеріп көреміз. 8-ден 4-тен 1-ді азайтсақ, 7,4-тен 3, яғни екінші сан. Тізбектегі екінші сан келіп шықты. Енді тізбектің үшінші мүшесін табу үшін осы 7,4-тен 3-тен 4-тен 1-ді азайтып көреміз. Бұл 7,4-тен 2 келіп шықты. Ал енді осыдан тағы да 4-тен 1-ді азайтып көретін болсақ, 7,4-тен 1, яғни төртінші мүшесі келіп шықты. Енді өзінен кейінгі тағы 3 мүшесін табу үшін осы 7,4-тен 1-ден 4-тен 1-ді азайтамыз. Бұл белгісіз мүшесі 7 екен. Енді осы 7-ден 4-тен 1-ді азайтып, одан кейінгі 6,4-тен 3 санын тауып аламыз. 6,4-тен 3-тен 4-тен 1-ді азайтып, 6,4-тен 2-ні табамыз. Осылайша белгісіз соңғы 3 мүшесін жазып қойдық. Мен қызыл сиямен жаздым белгісіз тізбектің белгісіз мүшелерін. Үшіншісінде дәл солай орындаймыз. Берілгенін жазып алдық. 11-ден 1, 11-ден 2, 11-ден 4, 11-ден 8 екен. Демек, бөлімі өзгеріссіз өзі тұр. Ал алымы 1-ге артып барып жатыр. Мына жерде біріншісінде 1-ден 2 есе артық болды. Енді 2-ден 2 есе артық болды. Ендеше бұл жерде 2 есе артып бара жатыр бөлшек сан. Демек, бұл 2-ге көбейтті деген сөз. Әрбір санды осылайша көбейтіп, өзінен кейінгі мүшелерін тауып жазып қоямыз. Міне, белгісіз мүшелер 11-ден 16, 11-ден 32, 11-ден 64 екен. Астында қалай есептегеніміз толық жазылған. Кейінгі санды жаздық, сандық тізбекті жазып қойдық. Бұл жерде мән беріп қарайтын болсақ, біріншісі 17-ден 16 екен, екіншісі 17-ден 8 екен. Ендеше, бұл жерде жақсылап байқайтын болсақ, әрбір келесі сан 2-ден 1-ге артып барған. Яғни 2-ге бөлінді деген сөз. Ендеше, мені қараймыз. 17-ден 16-ны 2-ден 1-ге көбейтетін болсақ, 17-ден 8 шығады. Демек, бұл жерде 2-ден 1-ге артып бара жатыр. Барлығын осылай өрнектеп жазып шығып, белгісіз мүшелерін тауып жазып қойдық. Бұл жерде белгісіз мүшенің біріншісі 17-ден 1, екіншісі 34-ден 1, үшіншісі 68-ден 1 екен. Олардың қалай есептеу жолын астына жазып қойдым. 1006 есеп. Сандар тізбегінің алдыңғы 2 мүшесін жазыңдар. Тізбекті жазып алдық. Бұл жерде енді керісінше екен, алдыңғы бірінші және екінші мүшесі белгісіз. Бірақ мына соңғы 5-ші мүшесі белгілі екен. Ендеше бұл жерде заңдылық қандай екенін анықтау үшін соңғы мүшесін өзінен алдыңғы тұрған санға бөліп көреміз. 32-ден 1-ді 16-дан 1-ге бөлсек, 2-ден 1 келіп шығады. Демек, бұл жерде әрбір өзінен алдындағы тұрған сан 2-ден 1-ге кеміп бара жатыр. 2-ден 1 есе. 2-ден 1 есе кеміп бара жатыр. Ендеше 16-дан 1-ді 2-ден 1-ге бөліп көреміз. Бұл 8-ден 1 болады. Міне келіп шықты. Демек, тексеріп көрдік. Енді 8-ден 1-дің алдындағы санды табу үшін біз 8-ден 1-ді 2-ден 1-ге бөлеміз. Бұл 4-тен 1 болады. Енді 4-тен 1-ден
4-тен 1-ді 2-ден 1-ге бөліп, бірінші мүшесін табамыз. Бұл 2-ден 1-ге тең. Ендеше сандық тізбектің бірінші мүшесі 2-ден 1-ге, екіншісі 4-тен 1-ге тең екен. Яғни сандық тізбектегі заңдылық әрбір сан өзінен алдындағы тұрған саннан 2-ден 1 есе кем екен. Екіншісінде дәл солай орындаймыз. Міне 11-ден 5 екен соңғы мүшесі, оның алдындағысы 11-ден 4 екен. Енді байқайтын болсақ, бөлімі бірдей, алымы бірақ 1-ге кем екен. Ендеше 11-ден 5-тен 11-ден 4-ті азайтып тексеріп көреміз. Бұл 11-ден 1 болады. Демек, мына 11-ден 4-іміз өзінен алдында тұрған саннан 11-ден 1-ге артық болып тұр. Ендеше оның алдындағы санды табу үшін 11-ден 1-ге азайтуымыз керек. Ендеше 11-ден 4-тен 11-ден 1-ді азайтсақ, 11-ден 3 міне алдындағы сан келіп шықты. Енді екінші мүшесін табу үшін 11-ден 3-тен 11-ден 1-ді азайтамыз. Бұл 11-ден 2 болады. Бірінші мүшесі 11-ден 1-ге тең. Демек, бұл жерде заңдылық бірінші сандық тізбектің бірінші мүшесі 11-ден 1, екінші мүшесі 11-ден 2 екен. Бұл жерде керісінше қарайтын болсақ, мына жерде тұрған сандар, яғни өзінен алдында тұрған саннан 11-ден 1-ге артық болып тұр. Ал керісінше айтатын болсақ, әрбір сан өзінен кейінгі тұрған саннан 11-ден 1-ге кем. Үшіншісінде дәл солай жазып алдық. Ол жердегі заңдылықты анықтау үшін ең соңғы 29-дан 16-ны мүшесіне өзінен алдындағы тұрған мүшесіне бөліп көреміз. 29-дан 8-ге. Ол жерде 2 шықты. Демек, бұл жердегі тұрған сандық тізбектегі тұрған әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 2 есе кіші екен. Демек, бұл жерде барлық заңдылықтары бойынша табу үшін мына жердегі сандарды 2-ге бөліп тауып барсақ болады, яғни керісінше. Демек, сандық тізбектің бірінші мүшесі 29-дан 1-ге, екінші мүшесі 29-дан 2-ге тең. Берілгенін жазып алдық. Сандық тізбектің бірінші мүшесі 8,2-ден 1-ге, екінші мүшесі 8-ге тең екен. Бұл жердегі заңдылық сандық тізбектегі әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан, өзінен кейінгі тұрған саннан 2-ден 1-ге артық екен. Демек, бұларды табу үшін 6,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосып тексеріп көреміз. Бұл 7-ге тең болды. Демек, міне соңынан қарағанда міне. Енді 7-ге 2-ден 1-ді қосатын болсақ, 7,2-ден 1. Ал мына 8-ді табу үшін 7,2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қосып есептеп таптық. Бұл жерде толық көрсетілген. 1007-ші есеп. Сандар тізбегінің ортадағы 2 мүшесін жазып, тізбекті толықтырыңдар. Сандық тізбекті жаздықта екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтып көрдік. Бұл 0,13-ке тең болды. Демек, бұл жердегі заңдылық әрбір тізбектегі әрбір сан өзінен алдындағы тұрған саннан 0,13-ке артық. Міне үстіне жазып қойдым. Әрқайсына 0,13-ті қоссақ, осы сандар келіп шығады. Демек, ортада тұрған 2 мүшесі міне біріншісіне 0,14-ке 0,13-ті қоссақ 0,17 болады. Оған 0,13-ті қоссақ 1 болады. 1-ге 0,13-ті қоссақ 1,13, 1,13-ке 0,13-ті қоссақ 1,16-ға тең. 1,16-ға 0,13-ті қоссақ 1,19-ға тең. Демек, бұл жердегі заңдылық 0,13-ке артып бара жатыр екен. Екіншісінде дәл солай жаздық. Бұл жерде бірінші мүшесінен екінші үлкеннен кішісін азайтамыз ғой. 9,13-тен 9,11-ді азайттық, 0,12 болды. Демек, заңдылық бұл жерде әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 0,12-ге кем екен. Осылайша арадағы 2 мүшесін тауып алдық. Бұл 8,17 және 8,15-ге тең. Үшіншісінде дәл солай есептедік. Бірінші мүшесі 0,100-ден 3 екен, екіншісі 0,100-ден 6. Демек, бұл жерде 2-ге артып бара жатыр. 2 есе артып бара жатыр. Ол, яғни мына 0,100-ден 6-ны 0,100-ден 3-ке бөлсек 2 болады. Демек, тізбектегі әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 2 есе артық екен. Осылайша белгісіз мүшелерін тауып алдық. Бұл 0,100-ден 24 және 0,100-ден 48. Ал төртіншісінде 9,16-ны 4,18-ге бөлдік. Бұл 2-ге тең болды. Демек, жақсылап қарайтын болсақ,
Бұл жерде тізбектегі әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 2 есе кіші, яғни 2-ге бөлінеді. Демек, тізбектегі белгісіз мүше 1,12 және 0,16-ға тең. 1008 есеп. Сандар тізбегінің 6 мүшесін жазыңдар. Оның бірінші мүшесі 4-тен 1-ге тең, ал әрбір келесі мүшесі алдыңғысынан 2-ден 1-ге артық. Демек, бірінші мүшесі белгілі, бірінші мүшесі 4-тен 1-ге тең екен, ал әрбір келесі мүшесі алдыңғысынан 2-ден 1-ге артық болса, демек, әрбір келесі санға 2-ден 1-ді қосып, одан кейінгі мүшесін тапсақ болады екен. Демек, бастадық. 4-тен 1-ге 2-ден 1-ді қоссақ 4-тен 3 болады. Бұл екінші мүшесі. 4-тен 3-ке 2-ден 1-ді қоссақ 1,4-тен 1 болады. Бұл үшінші мүшесі. Төртіншісі 1,4-тен 3-ке тең болады міне. Демек, астына толық орындап жазып қойдым. Бесіншісі 2,4-тен 1, алтыншысы 2,4-тен 3, жетінші мүшесі 3,4-тен 1-ге тең болады міне. Демек, 6 мүшесін жазып қойдық. 1009 есеп. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі 2 мүшесін жазыңдар. Сандық тізбекті жазып алдық. Енді байқап қарайтын болсақ, біріншісі 2,9-дан 7-ге, екіншісі 2,9-дан 8-ге тең екен. Ендеше, бұл жерде қарайтын болсақ, бөлімдері бірдей, бүтіндері де бірдей, тек алымдары бірге екінші санның, екінші мүшесінің алымы бірге артық болып тұр. Ендеше бұл жерде 2,9-дан 7-ге 9-дан 1 қосылған, бұл 2,9-дан 8 болады. Ал енді бұған 9-дан 1-ді қоссақ 3 шығады. Өйткені 9-дан 9 болып қалады, ол 1-ге тең, 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Демек, кейінгі мүшесі белгілі. Одан кейінгі мүшесін табу үшін біз 3,9-дан 1-ге 9-дан 1-ді қосамыз. Мына жерде орнына ауыстырып жазып қойдым мен. Енді демек, соңғы 2 мүшесінің біріншісі 3,9-дан 2-ге тең. Енді оған 9-дан 1-ді қоссақ 3,3-тен 1-ге тең болады. Белгісіз сандарды, жаңағы тізбектің белгісіз мүшесін қызыл сиямен жазып қойдым. Екіншісінде дәл солай жаздық. 1,3-тен 1-ге 1,3-тен 1-ді қоссақ 2,3-тен 2 шықты. Демек, сандық тізбектегі әрбір келесі сан өзінен алдында тұрған саннан 1,3-тен 1-ге артық екен. Ендеше кейінгі белгісіз санды табу үшін 5,3-тен 1-ге 1,3-тен 1-ді қосамыз міне. Қостық, бұл 6,3-тен 2-ге тең болды. Енді осы 6,3-тен 2-ге 1,3-тен 1-ді қоссақ, келесі сан, яғни 8 келіп шықты. Үшінші сандық тізбекке мән беріп қарасақ, бөлімдері бірдей, алымдары бірақ 10-ға кеміп бара жатыр. Ендеше бұл жерде сандық тізбектің заңдылығы әрбір сан өзінен алдында тұрған саннан 43-тен 10-ға кеміп бара жатыр. Енді 43-тен 40-тан 43-тен 30 азайтсақ 43-тен 10 болады. Енді келесі санды табу үшін мына 43-тен 10-нан 43-тен 10-ды азайтамыз, бұл 0 болады. Ал 0-ден азайтып болмайды, кейінгі санды жазбаймыз. Төртінші тізбекте де дәл солай. Байқайтын болсақ, бірінші мүшесі 9, одан кейінгісі 4,2-ден 1, яғни 9-ның жартысы. Ендеше бұл жерде 9-ды 4,2-ден 1-ге бөлсек 2 болады. Бұл жердегі заңдылық әрбір сан өзінен алдындағы тұрған саннан 2 есе кіші екен. Ендеше кейінгі тізбектегі санды табу үшін 1,8-ден 1-ді 2-ге бөлеміз, бұл 16-дан 9 болады. Енді 16-дан 9-ды 2-ге бөлсек, бұл 32-ден 9-ға тең. 1010 есеп. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап алып, оның 2 алдыңғы мүшесін және 2 соңғы мүшесін жазыңдар. Сандық тізбектегі міне сандарды жазып қойдық. Өзінен алдыңғы сандарды біз анықтау үшін міне 4,9-дан 3,7-ні азайтып көреміз. Міне стрелканы қойып қойдым, бағытты осылай қарайды. 4,9-дан 3,7-ні азайтсақ 1,12 болады. Демек, бұл жердегі заңдылық алдында тұрған сандар өзінен кейінгі саннан 1,12-ге кем.
ендеше оның алдында тұрған санды табу үшін 3,7-тен 1,2-ны азайтамыз. Бұл 2,5 болады. 2,5-тен 1,2-ны азайтсақ 1,3-ке тең. Демек, бірінші мүшесі 1,3, екінші мүшесі 2,5. Енді соңғы екі мүшесін табу үшін мына жерде азайтқан болсақ, енді мына жерде кері амал қолданамыз, яғни қосамыз. Енді 1,2-ні 7,3-ке 1,2-ні қоссақ 8,5 болады. Ал оған 1,2-ні қоссақ 9,7-ге тең. Екінші сандық тізбекте де дәл солай анықтаймыз. Бұл жерде 0,154-ті 0,118-ге бөліп көрсек 3 келіп шығады. Демек, бұл жердегі заңдылық әрбір сан өзінен алдындағы саннан 3 есе артық, немесе мына әрбір мына сан өзінен кейінгі саннан 3 есе кем болады. Демек, алдындағысын табу үшін 0,118-ді 3-ке бөлеміз. 0,118-ді 3-ке бөлсек 0,106 болады. Оны 3-ке бөлсек 0,102. Демек, сандық тізбектің бірінші мүшесі 0,102-ге, екінші мүшесі 0,106-ға тең. Енді соңғы мүшелерін табу үшін, енді мына жерде бірінші мүшелерін табу үшін бөлген болсақ, енді келесі соңғы тізбектегі санды табу үшін біз 4,186-ны 3-ке көбейтеміз. Бұл 14,158-ге тең болды. Ал бұны 3-ке көбейтсек 43,174. Демек, соңғы мүшелері 14,158 және 43,174-ке тең. Енді кейінгісін жазып көреміз де, бұл жерде де анықтап қараймыз. Үлкенін кішісіне бөліп көреміз. 20,8-ді 10,4-ке бөлетін болсақ 2 болады. Демек, бұл жердегі сандық тізбектегі әрбір сан өзіне алдындағы тұрған саннан 2 есе кіші екен. Демек, біз алдындағы санды 2-ге көбейтіп, оның алдында тұрған санды табуымызға болады. Демек, 20,8-ді 2-ге көбейтсек 41,6 болады, ал оны 2-ге көбейтсек 83,2. Ендеше, сандық тізбектің бірінші мүшесі 83,2-ге, екіншісі 41,6-ға тең. Демек, алдындағы мүшесін табу үшін 2-ге көбейткен болсақ, енді соңғы мүшелерін табу үшін белгілі мүшесін 2-ге бөлу арқылы кейінгі мүшелерді, соңғы мүшелерді табамыз. 2,6-ны 2-ге бөлсек 1,3, ал 1,3-ті 2-ге бөлсек 0,165-ке тең. Демек, сандық тізбектің соңғы мүшелері 1,3 және 0,165. 1011-ші есеп. AN тең 1 бөлінген n квадрат формуласымен берілген сандар тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жазып, кестені толтырыңдар. Демек, кестеде бірінші мүшенің нөмірі берілген 1, 2, 3, 4, 5 деп, белгіленуі A1 дейміз. Демек, мына жерде A2, A3, A4, A5. Енді тізбектің мүшелерін жазу үшін мына жерге n квадрат болса, мына жерге 1 болса, 1 квадрат болады. Мына жерде 2 болса, мынау 2-нің квадраты, осылайша жазып тауып қоямыз. Міне, жазып қойдық. Кестені толтырып, мына жерде формулаға қоямыз. AN тең 1 бөлінген n квадрат еді. Бірінші 1-ді қоямыз. 1-дің квадраты 1-ге тең, 1-ді 1-ге бөлсек 1-ге тең. Демек, A1-дің тізбектің бірінші мүшесі 1-ге тең. Екінші мүшесін табу үшін мына n-нің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты 4-ге тең. Демек, A2-міз 4-тен 1-ге тең. Міне жазып қойдық. A3-мізді дәл осылай орындаймыз. Бұл 9-дан 1-ге тең. A4-міз 16-дан 1-ге тең. A5-міз 25-тен 1-ге тең. 1012-ші есеп. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтаңдар. Сандар тізбегінің ортадағы 2 мүшесін жазып, тізбекті толықтырыңдар. Демек, белгілі мүшелерін жазып алдық. Бірінші, екінші, үшінші мүшесі белгілі екен. Мына 2 мүшесі белгісіз еді. Оны анықтау үшін міне 0,15 болса, екіншісі 1,15 екен. Мән беріп қарайтын болсақ, мынау 3 есе артық болып тұр. Демек, сандық тізбектегі кез келген мына бір мүшесі өзінен алдындағы тұрған саннан 3 есе артық. Демек, 3-ке көбейтілген. Келесі мына арадағы 2 мүшесін табу үшін 4,15-ті 3-ке көбейтеміз. 13,15 болады. Енді оны 3-ке көбейтсек 40,15-ке тең. Демек, арадағы осы 2 саны осыған тең екен. Ал енді кейінгі 2 мүшесі де белгілі. Одан кейінгі соңғы тағы да мүшелерін жазып қоятын болсақ, 364,15-ті
3-кө көбейтеміз. Бұл 1093,5 болды. Одан кейінгі мүшесін табу үшін осыны 3-кө көбейтеміз. Бұл 3280,5-ке тең болды. Екіншісінде дәл солай анықтаймыз. Бірінші тұрған санымыз 0,6 еді. 6-ны жазбай. Енді 0,6-ны одан кейінгі санымыз 1,2 екен, одан кейінгісі 2,4. Біз алдыңғы өтілген тапсырмалар бойынша бұл жерде есептеп отырмай, ауызша есептесек те болады. Демек, мына жерде байқайтын болсақ, әрбір тізбектің кез келген мүшесі, мысалы 2,4 өзінен алдындағы тұрған саннан 2 есе артық. Демек, 2-ге көбейту арқылы пайда болған. Демек, тізбектің арадағы мына 2 санды табу үшін біз 4,8-ді 2-ге көбейтеміз, 9,6 болады. Ал бұны 2-ге көбейтсек, 19,2-ге тең. Одан кейінгі мүшелерін табу үшін де мына жерде 3-і белгіледі. Міне 4-шісін таптық. Ол үшін 153,6-ны 2-ге көбейтіп тауып жазып қойдық. 307,2 болды. Бұны 2-ге көбейтсек, 614,4-ге тең болды. Үшіншісінде дәл солай жазып бардық. 0,7, 0,121 болды. Одан кейінгісі 0,163-ке тең екен. Мән беріп қарасақ, демек, әрбір тізбектің кез келген мүшесі өзінен алдында тұрған саннан 3 есе артық болып тұр. Ендеше, бұл жерде тізбектің әрбір мүшесін 3-ге көбейту арқылы кейінгі мүшесін келтіріп шығарсақ болады. Демек, 0,163-ті 3-ге көбейтсек 1,189, ал оны 3-ге көбейтсек 5,167 болады. Енді тізбектің кейінгі мүшелерін табу үшін мына жерде 3 мүшесі өзі берілген еді. Мына 4-ші мүшесін табу үшін 153,9-ді біз 3-ге көбейттік. Бұл 459,127 болды. Бұны 3-ге көбейту арқылы кейінгі мүшесін тауып алдық. 1377,81. 1013-ші есеп. Сандар тізбегінің енінші мүшесінің формуласын жазыңдар. Сандар тізбегін жаздық. Демек, бірінші тізбек мүшесі 2-ге тең екен, екінші мүшесі 3,2-1-ге тең екен. Бұл жерде сандық тізбектің мүшесін табу формуласын жазуымыз керек екен. Енді мән беріп қарайтын болсақ, мына алдындағы тұрған саннан, мына кейінгі тұрған санымыз 3,2-1-ні азайтсақ, бұл 1,2-1-ге артық болып тұр. Мынаған тағы да 1,2-1-ді қосатын болсақ, 5-ке тең болады. Ендеше, бұл жерде міне 1,2-1-іміз, мынау 2-3 болады. Демек, n-ші мүшесін табу формуласын жазатын болсақ, 2-1-ге қосамыз, 2-3 көбейту n-ді. N бұл жерде сандық тізбектің саны. Мысалы, бірінші мүшесі деп жазатын болсақ, A1 болса, мына жерге 1-ді қоямыз. 1-ді қойсақ, мынаның өз шығады. 2-1-2-3-ті қосатын болсақ, 2-4 болады. 4-ті 2-ге бөлсек, 2 болады. Міне бірінші мүшесі 2-ге тең болды. Ал енді екіншісінде мән беріп қарайтын болсақ, бірінші мүшесі 3-2-ге тең екен, екінші мүшесі 1-ге тең екен. Демек, бұл жерде мән беретін нәрсе 1-ден 3-2-ні азайтсақ, 3-1 болады. Демек, бұл жерде әрбір келесі мүшесі 3-1-ге артық болып тұр. Ендеше, бұл жерде жазамыз, міне n-ші мүшесін табу формуласын 3-1-ге 3-1 n-ді қосады екенбіз. Үшіншісінде де дәл солай қараймыз. Міне бірінші мүшесі 5-ке тең, екінші мүшесі 0,5-ге тең болып тұр. Ендеше, мән беріп қарайтын болсақ, бірінші мүшесінен кейінгі мүшесі 10 есе кіші болып тұр. Ендеше, n-ші мүшесін табу формуласын жазатын болсақ, 50-ді бөлеміз 10-ның n-ші дәрежесіне. Міне орнына қойып көрсеңіздер болады. Мысалы, мына жерге бірінші мүшесін жазайық. Бірінші мүшесі болса, мына жерге 1 болады. 50-ді 10-ға бөлсек, 5-ке тең болып тұр. Қалғандарында да солай тексеріп көрсеңіздер болады. 1014-ші есеп. Сандар тізбегінің 5 мүшесін жазыңдар.
Сандар тізбегінің бірінші мүшесі 4-тен 3-ке тең, ал әрбір келесі мүшесі алдыңғысының 2-ге көбейтіндісіне тең. Демек, бірінші мүшесін жазып қоямыз, 4-тен 3-ке тең екен. Ал енді қалған 5 мүшесін жазамыз. Ол үшін алдыңғысының 2-ге көбейтіндісіне тең дейді. Демек, 4-тен 3-ті 2-ге көбейтіп, екінші мүшесін табамыз. Бұл 2-ден 3-ке тең болады. Үшінші мүшесін табу үшін 2-ден 3-ті 2-ге көбейтеміз. Бұл 3-ке тең болады. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, бұл 4-ші мүшесі. 5-ші мүшесін табу үшін 6-ны 2-ге көбейтеміз. Бұл 12 болады. Міне енді 6-ші мүшесін тапсақ, 24-ке тең, 12-ні 2-ге көбейту арқылы тауып алдық. Демек, сандық тізбектің кейінгі 5 мүшесі 2-ден 3-ке, 3-ке, 6-ға, 12-ке, 24-ке тең екен. Осымен бүгінгі 4-те 12-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.